Сәлем достар, сіздермен Орео тортын жасаймыз. Ол үшін 4 жұмыртқаға қантты салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Көлемі ұлғайып ағарғанша миксерді тоқтатпаймыз. Пайдаланатын жұмыртқа, сүт, сұйық май барлығы комнаталық температурада болу керек. Бисквитіміз жақсылап көтерілу үшін жұмыртқа ақ болып ұлғайғанша араластырамыз. Жылы сүт пен сұйық майды қосып, миксермен 1 рет араластырып аламыз. Құрғақ ингредиенттерді алдын ала дайындап алып, жақсылап араластырып, електен өткізіп қана қосамыз. Құрғақ салмамызды бірден барлығын салып жібермейміз, 3 бөлікке бөліп, миксердің баяу жылдамдығымен немесе лопатканың көмегімен араластырып отырып, 3-ке бөліп 3 реттен қосамыз. Видеода менде ускоренный режим болғандықтан барлық ингредиентті бірден қосып, қатты жылдамдықпен араластырғандай болып көрініп тұр. Бисквиттің түсі қанық қоңыр болып шығу үшін сапалы какао пайдаланған дұрыс. 18 диаметрлік формаға 2-ге бөліп пісіретін болғандықтан 2 бірдей ыдысқа бірдей тең етіп өлшеп аламыз. Формамыздың астын фольгамен жақсылап бекітіп аламыз. Форманың астын жақсылап бекітіп алмайтын болсаңыздар, онда форманың шет-шетінен бисквитіміз ағып, сыртында пісіп тұрады. Егер де формамыздың биіктігі ұзын болса, онда барлығын бірден пісіруге болады, бірақ кішкене ұзақтау пісіресіздер, шамамен 5-8 минутқа. Алдын ала қызып тұрған пешімізде ас-түсті режимінде 30 минут 180 градуста пісіріп аламыз. Піскен бисквиттер әбден суығаннан кейін ғана ортасынан пышақтың көмегімен бөліп аламыз. Алты штук Ореоны алдын ала ұсақтап аламыз. Қант ұнтағына творожный сырды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Үстіне глегейді қосып, формасын жақсы ұстап тұратындай қалыпқа жеткенше миксерлеп аламыз. Ореоны қосып, жақсылап лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Кремімізді кондитерлік қапқа салып пайдалана беруге болады. Торт подложкадан жылжып кетпеу үшін міндетті түрде подложкаға осылай кремді жағып, тортты бекітіп аламыз. Барлық корждарға сүттен пропитка жасап шығамыз. Поворотный столигімізді айналдыра отырып, осылай кремді жағып, спатуланың көмегімен тегістеп аламыз. Келесі коржымызды да солай қайталап шығамыз. Пропитка, крем.
Тортымызды міндетті түрде холодильникқа 8 сағатқа қойып қоямыз. Қалған креммен торттың сыртын қаптап шығып, үстіне 2-3 ореоны қойып шығып, столға қоя берсеңіздер болады. Мен бұл торттың сыртына обтяжка жасап, детский оформление істедім.